және екінші. Ол топқа қалай бөлеміз? Яғни кездейсоқ анықтау әдісі арқылы бөлеміз. Яғни ол үшін экранға назар аударамыз. Яғни екі топқа бөлеміз. Бірінші топқа Жаслан, Айдана, Мирас, Қайда кірсін. Екінші топқа Амина, Дінмұхамед, Адина, Ибар, Шынар, Бауыл сабасын. Балалар, өткен сабақта үйге қандай тапсырма берілді? Кезекші мәлімет бере қойсын. Бүгін сыныпта бәрі жүзбет, үйге тапсырма ақпаратты шифрлау және жинақтау. Жақсы. Балалар, ақпарат дегеніміз не балалар? Кім айтады? Бейбарыс айтады. Осы жердегі болып жатқан оқиғаны ақпарат бар. Яғни айналамызда болып жатқан құбылыстардың ақпарат. Ақпараттың қандай түрлері бар? Кім жауап береді? Жаслан жауап бере ғой. Видео көремінді, және де басқа да әріппен көремінді, сосын Видео ақпарат. Сосын қандай ақпарат бар? Дыбыстық ақпарат бар. Мәтіндік ақпарат бар. Сандық ақпарат бар. Және ең соңғысы графикалық ақпарат бар. Анимацияның бәрі видеоға түсіп кетеді. Жақсы отырамыз. Балалар, экранға назар аударамыз. Мына жылдан сұрақтар. Сен күнделікті ақпаратты қалай қабылдайсың? Жауап бере ғой. Көзбен, дәм сезумен, иіс сезумен, сипаумен, құлақпен. Құлақпен қандай қабылдаймыз? Есту арқылы құлақпен, көру арқылы көзбен көру арқылы, дәм сезумен, ауызбен, ауыз арқылы дәм сезу, сипаумен, сипау сезу. Одан кейін тағы бәрін айтып ма? Иіскеп сезу қалды ма? Жақсы. Ақпаратты кодтау туралы не білесіңдер балалар? Ақпаратты кодтау туралы Мирас айта ғой. Ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсыну. Белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды кодтау деп айтады. Дұрыс па балалар? Жақсы, отыра ғой. Қоршаған ортадан алынған ақпаратты компьютерде қалай көрсетуге болады? Осы жөнінде ойланып көрейікші балалар. Қандай ақпараттарды көреміз компьютерде? Видео ақпараттарды көреміз. Және де компьютерде видео ақпараттарды, графикалық ақпараттарды, цифрлық ақпараттарды, сандық ақпараттарды, мәтіндік ақпараттарды, барлық ақпараттарды біз дыбыстық ақпараттарды компьютерде көре аламыз. Енді балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы екілік ақпараттар ұсынады. Барлық ақпараттарды балалар компьютер екілік ақпарат түрінде көрсетілген. Яғни бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз әртүрлі ақпараттың мысалдарын келтіру және ақпаратты әртүрлі нысандарда ұсыну. Компьютерге арналған барлық ақпарат екілік түрінде ұсынылған түсіндіру. Яғни біздің компьютердегі барлық ақпараттарымыз екілік ақпарат ретінде ұсынылады екен. Ақпаратты екілік кодтау түрлері, яғни мәтіндік, сандық және графикалардың барлығын балалар компьютер екілік кодтау түрінде ұсынады екен. Мәтіндік ақпаратты тоқталатын болсақ балалар, яғни барлық әріптер мен символдар сол мәтін жазған алфавиттің символдарымен кодталады екен. Ал сандар, мысалға, біз қандай сандармен жұмыс жасаймыз? Балалар математика пәнінде? Рем цифрмен және араб цифрлармен жұмыс жасаймыз. Рем
негізге көрі көп жағдайда біз тарихтағы ғасырларды айтамыз деп қолданамыз, иә. Енді графикалық түрде сипаттау үшін таңбалар және суреттер қажет болады. Балалар, біз дүкенге барсақ, қант сатып алып келдік. Ол кезде біз қантты немен ішеміз? Жақсы. Дәл сол сияқты балалар, ақпараттың да өзінің өлшем бірліктері бар екен. Яғни ақпараттың өлшем бірліктерін бит, байт деп өлшейді екен. Яғни ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі бит болып табылады екен. Мысалға, ақпарат деген сөз берілсе, осы ақпарат деген сөздің өлшем бірлігі бізге қалай анықтайды екенбіз? Яғни ақпарат деген сөз 8 символдан тұрады екен. Әр символ 1 байтқа тең екен балалар. Сонда бізде 7 символ, кешіріңдер, 7 байтқа тең екен. 1 байтта 8 бит бар екен. Сонда ақпарат деген сөзде 7 символ, 7 байт, 56 бит бар екен. Яғни символ деген бізде кез келген сан, әріп, немесе тыныс белгісі таңба болуы мүмкін екен балалар. Балалар, сендерге тапсырма. Қазір барлықтарына сөздер беріледі. Осы сөздерде қанша символ, қанша байт, қанша бит бар екендігін анықтаймыз. Балалар, осы тапсырманы тақтаға орындайық. Тақтаға кім шығады? Әмина, келе ғой. Чем типке? Келесі кім шығарды балоса келе ғой? Сенің сөзің қандай сөз? Саған берген? Информатика. Айта ғой. Келе ғой. Тақтаға келіп жаза ғой. Информатика деген сөзде қанша символ бар екен? 11 символ. Қанша байт, қанша бит бар екен? Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі кім шығады, кім дайын тағына бұл келе ғой. Символ 5 байт. Мирас, камера деген сөзде қанша символ бар? 6 символ екен. Сегіз бит екенін қайдан білдің? 6-ны 8-ге көбейтті. Не үшін? Өйткені 1 байтымыз 8 битке тең. Жарайсың, жақсы отыра ғой. Келесі. Жақсылар, сенде қандай сөз? Смартфон. Смартфон дегенде 7 байт, 7 Мирас, жақсы. Жақсы. Мирас, жарайсың, жақсы. Және де бізде балалар. Әмина екеу. Жақсы отырады, енді балалар келесі тапсырмаға көшейік. Қазір сендерге топ жасаймыз балалар. Үйдің суреті береді. Осыны
Kodlап жазамыз. Балалар екі топқа да топпен жұмсаймыз. Жарай ма? Қазына жерге орындар бар. Тоқта. Бір. Не қажасың? Нөлде. Мен жазамын. Болмай тағы біреу алды. Нөл. Так, мына жерде нөл. Сен айттың ғой. Айда, сен жазба. Мынау жазып отыр. Мен жасымын жазып. Келауыр. Қалғаныз. Nerede bir jaz? Nerede nur jaz? Барлықтан көмектесін. Жазıyorum. Тақтада қарайық. Балалар. Biz ayakta kalmamız. Бейбарыста. Бірінші топ аяқтап бітті. Бейбарыста мына жерде қате бар ма? Çok. Var. Келе ғой. Айнат, келе ғой. Қазір Айна жазсын. Айда. Тексеріп отырамыз. Бірінші, екінші топтың жұмысы. Дұрыс па? Кім шықпады бізде? Шықпаған кім? Айдамай. Жақсы отыра ғой. Бірінші топ, екінші топтың жұмысы дұрыс па? Жақсы, рахмет. Айданаға сәт келісті. Енді. Сонымен балалар, компьютерлік ақпараттар қалай ұсынылады екен? Кім айтады? Мирас айтады. Видеолық және де графикалық, мәтіндік, сандық және де дыбыстық. Осы ақпараттар компьютерде қалай ұсынылады екен? Екілік ақпарат арқылы. Екілік кодтау арқылы ұсынылады екен. Екілік кодтауға қандай код сандар кіреді? 0 және 1. Жақсы, отыра ғой. Ақпараттық кодтаудың қандай әдістері бар? Мұхаммед. Ақпараттық кодтаудың қандай әдістері бар? Айна? Жарайсың, алмастыру және цезарь цифр бар екен. Және де бүгін қандай түрде өттік? Қандай түрде өттік? Компьютерлік алфавитте қанша символ бар? Қазақ алфавитте қанша символ бар? Ақпараттың қандай өлшем бірліктерін білесіңдер? Кім айтады? Айна, ақпараттың өлшем бірліктері. Айдын айта ғой. Байт, бит, және де гигабайт, мегабайт, және килобайт. Килобайт. Ең кіші өлшем бірлігі ақпараттың? Бит. Бір байтымыз 8 битке тең. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтан алған мәліметтерді менің миым деген әдіс арқылы мидан суретіне жазып, өздерің рефлексияларыңызды жазыңдар балалар.
Мирас, Жасұлан, Аянат, Амина, Адина, Балауса және Дінмұхамед Бексұлтан. Өте жақсы қатысты, жарайсыңдар. Каусар, Айдар, Шынар жақсы қатысып отырыңдар. Сендерге де рахмет. Үйге тапсырма, ал сен 6-шы параграфты оқып, соңында 3-ші тапсырманы орындап келеміз. Қош, сау болыңдар балалар. Sağ olun. Маған жігер байланыстар бере қойыңдар.